Қайырлы күн, қадірменді әріптестер, қадірменді біздің оқырмандарымыз, біздің сайттың адамдары. Бүгінгі біздің тікелей эфиріміз басталуда, вебинар. Оның тақырыбы Infolesson KZ және бірінші білім беру маркетплейсінде табыс табу әдісі. Жалпы мен есімім Абуов Бауыржан Болатұлы. Мен бүгінгі вебинарды өткіземін. Ал енді өзім жайлы кішігірім таныстырып кетсем. Енді ең бастысымен мен Infolesson KZ компаниясының директоры болып табыламын. Жалпы біздің компаниямыздың толық аты технология и образование жауапкершілігі шектеулі серіктестік болып табылады. Менің негізгі бірінші білімім ағылшын тілі мұғалімі, бакалавр ағылшын тілі мұғалімі Марғұлан университетін бітіргенмін. Сол кезде ол Павлодар мемлекеттік педагогикалық институт деп аталатын болды. Одан кейін мен білім беру саласындағы көшбасшылық және саясатты талдау саласындағы ғылым магистрі дәрежесін алдым. Яғни Америка құрама штаттарындағы University of Wisconsin-Madison'ды бітіргенмін. Және де қазіргі кезде білім беру және еңбек нарығы саласындағы зерттеуші болып жұмыс істеймін. Бүгінгі біздің вебинарымыз неге байланысты? Қандай тақырыптарды талқылаймыз және нені үйренеміз? Ең біріншіден Infolesson KZ сайтын талқылаймыз. Infolesson KZ дегеніміз не? Одан бөлек біз өз біліміңіз арқылы қалай ақша табуға болатындығын жайлы сөйлесеміз. Ол әрине біздің ең басты тақырып бүгінгі кездесудің. Одан кейін неліктен материалдармен бөлісу маңызды сұрағына жауап береміз. Өздеріңіз білесіздер, біздің маркетплейсте өзіміздің материалдарымызбен бөлісуге болады және оған ақша табу болады. Маркетплейстегі жұмыстың кезеңдері жайлы айтамыз. Кезеңдері аса көп емес, тұтынушыларға арналған, жақсылап жасалған сайт, өте тиімді, өте қолдану тәсілдері өте жеңіл болып табылады. Материалдарды қалай құрастыру керек екен, материалдарды қалай жасау керек екендігін талқылаймыз. Одан кейін біз материалдарды біздің платформаға, біздің маркетплейске қалай жүктейтінін талдаймыз. Және де одан кейін Infolesson KZ сайтында табыс табудың басқа мүмкіндіктері жайлы айтып кетемін, уақытымыз жетсе. Сондықтан баршамызға сәттілік тілеймін. Бастадық. Енді ең біріншіден бастайтынымыз Infolesson KZ деген не? Ол ең біріншіден сіз білетін шығарсыз, біліктілікті арттыру курстары. Өздеріңіз осы суреттегі көріп тұрғандай, біздің көптеген түрлі курстарымыз бар. Мысалы, Google құралдарын меңгеру арқылы мұғалімдердің цифрлық құзыреттіліктерін арттыру. Ол 36 сағаттық біліктілікті арттыру курсы. Және де осы курс білім және ғылым оқу және ағарту министрлігімен келістірілген. Яғни сіз осы курсты өтсеңіз, және де басқа курстарды біздің платформамызда өтсеңіздер, онда сіздің аттестацияңызға жарамды сертификат аласыз. Сертификат, оған қосымшасы болады. Сондай курстарымыз әзірше жетеу. Мысалы, профориентациялық жұмыс жайлы, сынып жетекші жайлы, кейбір пәндік курстарымыз бар, және де айдан айға, жұмадан жұмаға біздің курстарымыз аштады. Ең біздің үлкен кітапханамыз ол материалдар кітапханасы. Қазіргі кезде біздің кітапханамызда 7 миллионнан астам материал бар. Түрлі өздеріңіз сияқты мұғалімдер ол материалдарды жайғастырған біздің сайтымызда. Және де ол материалдар түрлі сан алуан пәндер бойынша, олардың түрлері болады. Презентациялар бар, ойындар бар, түрлі лекциялар бар, конспекттер бар, БЖБ, ТЖБ-лар бар, түрлі тесттер бар. Сондай материалды көптен көп ала аласыз. Эсселар бар, шығармалар бар. Осындай материалдар өте көп. Жалпы сіздер интернетке кіргенде және өздеріңіздің сұраныстарыңызды Google-ға немесе Яндексқа жазсаңыз, мысалы 7-ші сынып қазақ тілі презентация деп жазсаңыз, онда сіздер біздің сайтымызға кіретініңізге өте сенімдімін. Сондықтан жалпы біздің сайтқа кірушілердің 70-80% дәл осы парақтарға келеді. Яғни материалдар кітапханасына кіреді.
Оған қоса бізде іс шаралар мен бейне дәрістер бар. Мысалы қазіргі біздің вебинарымыз ол біздің іс шарамыз. Ол барлық қолданушыларға тегін кіресіз, тіркелесіз, және де осындай күнін сайын өтетін жақсы вебинарларға қатыса аласыздар. Ол сіздер үшін тегін. Вебинарлар түрлі тақырыптарға өтеді. Енді ең бастысымен ол білім беру саласындағы вебинарлар, педагогикалық тұрғыда қарағанда вебинарлар болып табылады. Осындай вебинарлар өте көп. Дәл қазіргі кезде 3 мыңнан астам вебинарларымыз бар. Және де бейне дәрістер. Бейне дәріс дегеніміз, сіз осы вебинар өткеннен кейін ол бейне дәріс ретінде біздің платформамызда жайғасады. Сіздер оны дәл осы іс-шаралар батырмасынан таба аласыздар, оны көресіздер, тестті өтесіздер, және оған сәйкесті сертификат аласыздар. Және де іс-шараларға да осындай сертификаттарды біз береміз. Сертификаттың үлгісін сіздер сайтымызда көре аласыздар. Сондықтан біздің іс-шараларға көбірек қатысыңыздар, және де бейне дәрістерді көріңіздер, өздеріңізге өте пайдалы болады. 1 сағаттың ішінде немесе 2 сағаттың ішінде бір жақсы нәрселерді үйреніп аласыздар. Одан кейін біздің сайтымызда AI көмекшілері болады, яғни жасанды интеллект көмекшілері. Ол ең алдымен мұғалімге көмекші методист ретінде көмекшіміз бар. Ол біздің сайтымыздағы біздің жазылымға, яғни подпискаға кіретін тегін құрал, сіздер үшін өте ыңғайлы қолдану үшін. Мысалы, сізге сабақ жоспарын жасау керек. Сіз мысалы биология пәнінің мұғалімісіз, 8-ші сыныпта айталық ағаштардың тамырларын өтесіздер, немесе өсімдіктердің тамырларын өтесіздер, жазасыздар. Маған осындай сабақ жоспарын құрып бер деп, және де барлық промпттар жазылған сіздер үшін. Сондықтан сіздерге арналған тез арада сіздер толықтай жасалған сабақ жоспарын ала аласыздар. Сіз оны не PDF түрінде, немесе не Word түрінде өздеріңізге жүктеп алып қолдана аласыздар. Керек болса, 2-ші, 3-ші итерацияларда қосымша ақпарат беріп, біздің жасанды интеллектіміз оны өзгертіп, сізге жаңадан сабақ жоспарын жасап бере алады. Яғни сіз оны дәл сол жерде өзгерте аласыз, одан сайын жақсы қылдырасыз. Осындай біздің AI көмекшіміз бар. Оған қоса бізде тесттердің генераторы бар. Яғни біздің базамызда өте көптеген тестілер бар. Осы тестілерді біз бір жаққа құрастырдық, және де сізге мысалы бір тест немесе бақылау жұмысы қажет болса, немесе ТЖБ, БЖБ керек болса, онда оған тапсырманы жазасыз. Мысалы, қазақ тілі пәнінен осындай тақырып бойынша маған 3 нұсқаға арналған 10 сұрақтан жасап берші десеңіз, онда ол сізге 1 минуттың ішінде барлық сұрақтарды жасап береді. Яғни балаларыңыз көшірмейді бір-бірлеріңізден, нұсқалары көп болады, сұрақтары түрлі болады. Сондықтан 40 немесе 1 сағат жұмсағанша сынып жоспарын құруға, немесе басқа да рефлексиялық материалдарды құруға, немесе тесттерді құрастыруға бекерден бетер уақытыңызды созбай біздің сайтқа келіп, тез арада осындай сынып жоспарын, класс жоспарын, сабақ жоспарын жасап алыңыздар, және де тесттерді жасап алыңыздар. Ал біз келесі слайдқа көшеміз. Енді өз біліміңіз арқылы қалай ақша табуға болады деген сұраққа көптеген адамдар қояды өздеріне. Егер де біз мұғалім жайлы айтатын болсақ, жалпы педагогикалық мамандар бойынша сөйлесек, енді ең бірінші табыс көзі сіз мұғалім бола аласыз. Мектептерде жұмыс істей аласыздар. Мектептерде қазір, Құдайға шүкір, қазақстандықтардың жалақылары жаман емес, орта жалпы қазақстандық жалақыларға қарағанда жоғары болып табылады. Ол бір және негізгі табыс көзі ретінде қарастыруға болатын жұмыс. Одан бөлек сіздер репетитор бола аласыз. Репетитор дегеніміз ол сіздің қосымша уақытыңызға бір балаларды белгілі бір тақырыптарға немесе пәндерге дайындап, осындай табыс таба аласыздар. Енді әрине осы репетитор болған кезде біз түсінуіміз керек. Әрбір сіздің сағатыңыз белгілі бір
құны болады. Сондықтан сіздің әрбір айталық 5.000 немесе 10.000 теңгені сағатына әрбір 5-10 мың теңге алғыңыз келсе, онда сіз оған 1 сағат уақытыңызды жұмсау тиіссіз. Осындай тәсіл бар. Және де оған қоса мектептер мен университеттерге түсуге дайындай аласыз оқушыларды. Ол да репетиторлыққа өте жақын жұмыс болып табылады. Ондай әдіс тәсілдер бар. Кейбір мұғалімдер осы әдіс тәсілдерді қолданады және де оқушыларды дайындайды не мектептерге түсу үшін. Мысалы 5-6 сынып оқушыларын білім инновация лицейлеріне немесе Назарбаев зияткерлік мектептеріне дайындап, немесе басқа да мектептерге дайындап, ол істерімен қосымша ақша табады. Немесе біз 10-11 сыныптың оқушыларын алсақ, онда оларды университеттерге дайындайды, не қазақстандық болсын, не шетелдік университеттер болсын, ондай нәрселерге дайындайды. Назарбаев университетке түсу өте қиын, сондықтан сондай нәрселерге дайындайды. Немесе шетелдік университеттерге қосымша бір мотивациялық хаттар жазу керек, оған қоса IELTS-ті, TOEFL-ды тапсыру керек, осындай нәрселермен айналыса аласыз. Осы тәсілдерге қоса сіз мысалы блог жүргізе аласыз. Мысалы сіздің бір инстаграмыңыз не тиктогыңыз бар, ол әрине өте жақсы шаруа. Адамдармен негізі өз білімдерімен бөлісу тиіс деп ойлаймын, менің ойымша. Өте ұлағатты іс деп білемін оны. Бірақ та осы блогерлердің тек қана 0,0001% ғана ақша таба алады. Және де оның арасында көп ақша табатындар одан да аз. Сондықтан блог жасау өте жақсы. YouTube болсын, басқа да платформалар болсын, басқа да әлеуметтік желілерде болсын, осындай ақша табуға болады. Бірақ та өте қиын және де әрбіреуіңіздің қолдарыңыздан келмейтін нәрсе. Оған қоса біз курстарды өткізе аламыз мұғалімдер ретінде. Мысалы өздеріңіздің бір курсыңызды жазып алыңыз және де оны басқа мұғалімдерге не басқа мамандарға сата аласыз. Бәлкім оқушыларға немесе студенттерге жаза аласыз. Өйткені бір курста сіз барлық білімдеріңізді бір белгілі бір тақырып бойынша жинап алып, ол білімдеріңізбен бөлісесіздер. Оған қоса сіздер оқулықтар жазуға құқықтарыңыз бар, немесе зерттеу жұмыстарын, ғылыми жұмыстарды жазуға болады. Ол жұмыстар үшін сізге қосымша бір ақшаларды төлейді. Сондықтан уайымдамай, осындай барлық жұмыс әдіс тәсілдерін қолданып қосымша ақша табуға болады. Бірақ та біздің бүгінгі ең маңызды жиналған себептеріміз, сіз өздеріңіздің сабаққа дайындаған материалдарыңызды Infalesson.kz маркетплейсіне сата аласыздар. Және де ол ең тиімді тәсіл деп ойлаймын. Неге? Өйткені біріншіден сіз өздеріңіздің сабақтарыңызға материалдарды дайындайсыздар. Онсыз да маркетплейссіз де әрбір сабақтарыңызға, әрбір сіздің өткізген сағатыңыз болсын, пәндік сағат болсын, немесе сынып сағаты болсын, немесе мектептегі бір іс-шара болсын, оларға дайындаласыз. PowerPoint-ты қолданып бір презентация жасайсыз ба, немесе жұмыс жоспарын жасайсыз ба, немесе сабақ жоспарын жасайсыз ба, тесттерге дайындаласыз ба. Осы материалдардың бәрін енді тек қана өз сыныбыңызда емес, жалпы біздің маркетплейске лақтырып, жүктеп, олардың көмегімен ақша табуға болады. Яғни жұмысты бір рет жасадыңыз, ал табыс көзі әрдайым сізге келіп отырады уақытымен. Енді мен осы сұраққа толығырақ жауап берейін. Ол бірінші сұрақ ең маңызды сұрақ шығар кейбір біздің тыңдармандарымыз үшін. Ол біздің авторларымыз негізі қанша табыс табады. Егер де сіз қазір осы презентацияның сол жағындағы суретіне қарасаңыз, сіз 10 түрлі авторлардың тізімін көріп отырсыздар. Енді өткен айда біздің Марина Ивановна деген азаматшамыз 1,5 миллионнан астам теңге табыс тапты. Яғни бір айда 1,5 миллион ақша табыс тапты. Егер де біз ары қарай қарасақ, екіншіден 5-ші орынға дейін 1 миллионнан астам ақша табыс тапты. Иван Евгеньевич деген азамат, Татьяна Игоревна, Надежда Вячеславовна, Алла Михайлова. Ол дегеніміз өте үлкен ақша. Өте үлкен ақша қоры. Және де егер де біз ойласақ, бір жағынан айталық
өздерінің картасына мұғалімнің айлық жалақысы 500 мың болса, немесе 800 мың болса, ол одан да көп ақша. Әр ай сайын сізге түсіп отыратын қосымша қаражат. Бір рет істедіңіз, біздің маркетплейске қойдыңыз, және де ол материалдар адамдарға ұнаса, оларды жүктеп алып, әрбір жүктеу үшін сізге ақша түседі. Сондықтан осындай үлкен сомаларға дейін апаруға болады. Енді әрине біз түсінеміз, ол біздің топ авторларымыз, ең үлгілі авторларымыз, олардың жұмыстары өте жақсы, және де олар біздің платформамызда көптен бері жұмыс жасайды. Сондықтан олардың қаражаттары, олардың жалпы репутациясы өте жоғары. Сондықтан олардың жұмыстарын өте көп табады. Бірақ та біздің қазақстандық мысалы мұғалімдер жаңадан бастап 20, 30, 100 жұмыстарын біздің маркетплейске жүктеп, олар ай сайын 200-250 мың ақшадай таба алатын кейстерді білемін, ондай мұғалімдерді білемін жеке басым. Сондықтан олар бізге алғыстарын білдіреді. Біз ол кісілермен жұмыс істейміз, және де ондай ақша табыс табуға мен қазақстандық мұғалімдер неғұрлым көп болғанын тілеймін. Сондықтан жалпы бір арманым бар, мен қазақстандық мұғалімдер біздің маркетплейсте миллионер болған, яғни әрбір ай сайын 1 миллион теңге ақшадай табыс табуын арман етемін. Дәл қазіргі кезде бізде ондай мұғалімдер жоқ, бірақ кішігірім уақыт уақыт өткенімен біз осындай мұғалімдердің көбірек болатындығын көреміз. Мен оған нақты сенімдімін. Бірінші біздің автор миллионер жайлы айтамыз сосын одан кейін. Және де біздің бір авторымыз бар Қазақстанда, ол бір айда емес, жалпы жұмыс бастағаннан бастап, қыркүйек айынан бастап біздің маркетплейске өз жұмыстарын жүктеген. Сол автор 1 миллион теңге өзінің картасына біздің сайттан шығарып алды. Яғни бірінші миллионеріміз бар, бірақ менің арманым әрбір ай сайын миллион алатындай бірнеше автор болса екен деп армандаймын. Ал біздің презентациямыздың оң жағында біз көріп тұрмыз материалдардың жұмысы жайлы. Мысалы біздің материалдарымыз кейбіреулері өте мұғалімдердің арасында популяр болады, яғни сұранысқа ие болады. Мысалы, біз осы кестеге қарасақ, 26 ақпан күні оформление окон к 9 мая, яғни жеңіс күніне арналған бір презентация емес, ол жалпы кабинетті әдемілеу постын жасаған адам, ол кісінің материалын 66 рет көрген, 66 мың рет адамдар көрген, және де оны 44.425 рет жүктеп алған. Яғни осы адамдар, осы автор тек қана осы жұмыс үшін көп ақша тапты. Ал енді сізге айтып кетейін, әрбір жүктеу үшін сіздер 70 теңгедей алатын боласыздар, бірақ топ авторлардың ретіне кірсеңіздер, онда 80 теңге әрбір жүктеу үшін аласыздар. Және де біз санап алсақ, 4425 жұмыс жүктеп алған үшін 70 теңгеден, яғни тек қана осы жұмыс үшін, осы материал үшін біздің автор 309 мың теңге ақша табыс алды. Ол өте жақсы көрсеткіш. Сондықтан өздеріңіздің өте өзекті материалдарыңызды біздің маркетплейске келіп жариялауларыңызды сұраймын. Сондықтан солай істесеңіздер ақша табыс табасыздар. Енді ең бірінші сұрақ, менің ойымша, неліктен материалдармен бөлісу маңызды? Енді біз біріншіден мұғалімдерміз, мұғалімдердің сапасы, санасы және де санаты түрлі болады. Кейбір мұғалімдер енді өте өзек, өте озат, өздерінің білімдері өте мықты, және де педагогикалық тұрғыдан қарағанда, әдістемелік тұрғыдан қарағанда өте жоғары сатылы мұғалімдер болып табылады. Және де бізде басқа мұғалімдер бар. Кейбіреулері арасында ерініп қалады өздерінің материалдарын жасау, кейбіреулерінің білімдері жетпейді, немесе әдістемелік дайындығы жетіспейді. Сондықтан осындай қазақстандық мұғалімдердің сұранысын қанағаттандыру үшін сіз өздеріңіздің материалдарыңызды біздің маркетплейске жүктейсіздер. Енді екіншіден, ол білім беру сәнін танымал ету.
Ол не деген сөз? Қазіргі кезде біздің жастарымыз, жас оқушыларымыз, жас оқытушыларымыз, мұғалімдеріміз, ұстаздарымыз жалпы білім беруге деген құштарлықтары өте жоғары. Және де сіздер өздеріңіздің материалдарыңызбен бөліссеңіздер, онда осындай мұғалімдер білім беру жүйесіне жалпы жақынырақ қарайтын болады. Олар осындай бір сән модаға айналдырады білім беру жүйесін. Сондықтан сіз мысалы мықты физик болсаңыз, физика пәнінің мұғалімі болсаңыз, немесе математика, алгебра пәнінің мұғалімі болсаңыз, түрлі пәндер болса, жақсы материалдарыңызды салсаңыз, онда олар басқа мұғалімдер өз сабақтарында қолданады ол материалдарын, басқа әріптестеріне көрсетеді. Солай ақырындап білім беруге деген құштарлық жалпы біздің елімізде өседі деп сенімдемін. Оған қоса әлемнің түкпіріндегі әріптестерге, содан кейін әлемнің түкпірінен келген студенттерге көмектесу, ол да бір үлкен миссия жалпы. Неге? Өйткені кейбір адамдар тек қана біз Қазақстанда ғана жұмыс жасамаймыз, бүкіл әлем бойынша жұмыс жасаймыз. Сондықтан сіздер өздеріңіздің материалдарыңызды жариялағанда тек қана қазақстандық мұғалімдер емес, жалпы бүкіл әлемнен мұғалімдер келіп, және мұғалімдер ғана емес, жалпы кәсіпкерлер, кәсіпқой адамдар, оқушылар, студенттер бәрі сіздің материалдарыңызды көріп, жақсы бір нәрселерге үйрене алады. Мысалы, сіз қазақ тілінен мұғалім болсаңыз, әрдайым да қазақ тілінен керемет материалдарды жүктесеңіздер, онда ол басқа адамдар үшін қазақ тілін үйрену бір құралы болып табылады. Немесе сіз мысалы айталық Қазақстан тарихының мұғалімісіз. Егер де сіздің презентацияларыңыз керемет болса, конспектілеріңіз керемет болса, онда басқа әлемнің адамдары, басқа елдердің адамдары сол материалдарды оқып, Қазақстанның мәдениетіне, тарихына деген құштарлығы өсіп, Қазақстан жайлы көбірек нәрсе біледі деген сөз. Және де жергілікті нормативтік құқықтық актілерге жергілікті мазмұнды құру, ол өте маңызды. Өйткені біз қазір қарасақ, жалпы интернетте бүкіл әлемде жалпы қазақстандық білім беру стандарттарына сай материалдар аздау болып табылады. Өйткені осындай материалдарды көбінесе басқа елдердің адамдары көп жасайды. Үлкен мемлекет болсын, немесе ағылшын тілінде, немесе орыс тілінде сөйлейтін адамдар өте көп жасайды. Қазақстанда қазақ тілінде және қазақстандық материалдарды, яғни бәлкім орыс, өзбек тілдерінде, бірақ қазақстандық стандарттарға сай материалдар азырақ қазіргі кезде. Сондықтан сіз Қазақстанның білім беру жүйесіне арналған әдейі материалдарды жасасаңыздар, онда осындай материалдар неғұрлым көп болады. Және де ең үлкен себеп ол қосымша миллион табыс табу болып табылады. Бәлкім кейбір азаматтар үшін осындай ең басты себеп болмайтын шығар қосымша табыс табу. Бірақ та кейбір азаматтар үшін, азаматшалар үшін, мұғалімдер, ұстаздар үшін қосымша табыс көзін табу өте өзекті болып табылады. Сондықтан өз материалдарыңызбен бөліссеңіздер, қосымша миллион табуға сізге жол ашық деп айтуға болады. Енді келесі слайдқа көшсек. Маркетплейстегі жұмыстың кезеңдері. Шынымен айтсақ, маркетплейстегі жұмыстың кезеңдері біз қазір жетеу деп отырмыз, бірақ жұмыс барысында олар өте тез өтеді. Жұмыс барысында біз көрсек, оны әрдайым да жеңіл тарапта біздің пользовательдарымыз үшін жасалған. Енді атап кетсек, ең біріншіден материалдың идеясы болу керек. Сіз, яғни мысалы физика пәні бойынша мұғалім болсаңыз, күш жайлы бір материал жасағыңыз келсе, ең бірінші сізде ой болу керек, идея болу керек. Оны аласыз да материалыңызды жасай саласыз. Оны екіншіден атау керек. Қалай атаймыз ол материалды? Яғни ол материалдың атауы толығымен біздің стандарттарға сәйкес келу керек, және де оқырмандар үшін, сайттағы адамдар үшін өте көрнекі және түсінікті болу тиіс. Мысалы, егер де сіз осы материалдарыңызды қысқаша айта салсаңыздар, онда оны көптеген адам көре алмайды. Өйткені олар материалдарды іздегенде белгілі бір
принциптер мен материалдарды іздейді. Сондықтан атаулары өте дұрыс болуы тиіс. Одан кейін сіз материалдардың түрін таңдауыңыз керек. Ол жайлы мен кейінірек айтып кетем. Оған қоса материалдардың сипаттамасы өте жақсы жазылуы тиіс. Өте тұрғылықты ақпараттары көп болуы тиіс. Одан кейін сіз бағыттарды таңдайсыз және орналастыру опциясын таңдайсыз. Яғни бізде бірнеше жұмыс жасау модельдері бар. Мысалы, сіз материалдарды жариялап, біз бірден оны 2000 теңгеге сатып ала аламыз. Немесе сіз материалдарды жариялап, оны әрбір жүктеу үшін сіз 70-80 теңге ала аласыз. Немесе жарияланған материалдарыңыз болса, оны уақыт өте келе біз сізге ұсыныспен келеміз және де белгілі бір ақшаға, қаражатқа сатып алуымыз мүмкін. Одан кейін сіз жүктеп алулар мен кірістерді күтесіз, яғни адамдар жүктейді ол материалдарды, сіз қосымша табыс табасыз. Ал кеттік. Ең бірінші біздің кезеңіміз ол өздеріңіздің жұмысыңыздың атауын дұрыс атау. Мысалы, презентация праздник единства народов Казахстана, яғни Қазақстанның Қазақстан Республикасының халықтарының бірлік мейрамы презентациясы деп атау керек. Мысалы, жаднама химиялық зертханада жұмыс істеудің қауіпсіздік ережелері. Яғни осындай жаднама әрбір химия пәнінің мұғалімі үшін керек. Оған қоса әрбір зертханасы бар мұғалім осындай материалға қызығады. Сондықтан осындай материалдардың атауын дұрыс атасаңыз, онда іздеген адамдар оны бірден тауып алып, бірден түсініп, өзіне керек екендігін түсінеді. Немесе екінші мысалға қарайық. Классный час, 15 ноября, день национальной валюты тенге. Разработка классного часа, плюс презентация, плюс раздаточный материал, плюс грамоты командам. Яғни, бір атаудың ішінде біз көріп тұрмыз. Ол материалдың ішінде тек қана сынып сағаты емес, тек қана презентация емес, тек қана бір тарататын материалдар емес, оған қоса грамоталары да бар. Яғни, бір материалдың ішінде 4 түрлі тип бар. Яғни, ол кісі алдыда zip файлына, немесе PDF, PPT және docx файлдарында өздерінің жұмыстарын орнатқызған, жүктеген біздің сайтқа, және де сіз теңге жайлы сынып сағатын өткізгіңіз келсе, осындай материал сіздің барлық қажеттіліктеріңізді толықтай жабады. Яғни, осы 3 мысалым көрсеткен сіз үшін өте жақсы мысалдар деп ойлаймын. Және де егер де сіз өздеріңіздің жұмыстарыңызды дәл осылай жақсылап тұрып, мәнін, түйінін түсіндіретін болсаңыз, онда сіздің материалдарыңызды жүктеуге адамдар бет бұрады. Одан кейін біздің келесі сұрағымыз, біз қандай материал түрлерін жүктейміз? Нені біз жүктейміз? Енді қарасаңыздар, біздің платформамызда, біздің маркетплейсімізде түрлі сан алуан түрлер болады материалдардың. Ол мысалы альбомдар болуы мүмкін, аудио болуы мүмкін, аудио кітаптар болуы мүмкін, видео материалдар болуы мүмкін. Қызылмен бояғандар ол сұранысқа аса үлкен сұранысқа ие материалдар болып табылады. Мысалы, дидактикалық материалдар және де көрнекіліктер өте әрдайымда жоғары сұранысқа ие. Грамоталар, дипломдар, түрлі дипломдардың, медальдардың суреттері. Мысалы, жоспарлау, сабақ жоспары болсын, қысқа мерзімді жоспар болсын, орта мерзімді жоспар болсын, немесе жылдық жоспарлау жұмысы болсын. Мұндай материалдар әрдайымды сұранысқа өте ие болады. Конспектілер, түрлі мақалаларды жариялай аласыздар. Бақылау жұмыстарын жариялай аласыздар. Әрине, әрбір сабақта презентациялар болу керек, және де жұмыс парақтары, және де жұмыс дәптерлері. Осындай нәрселер өте үлкен сұранысқа ие. Оған қоса біз түсінеміз, кейбір кітаптарды жариялауға болады, егер де сіз өздеріңіз кітапты жасасаңыз. Оған қоса түрлі открыткалар, блокнотиктарды жариялауға болады, памятка мен буклетиктарды жариялауға болады.
егер де сіз мысалы сынып сағатын өткізсеңіз, сценарияларды жариялауға болады. Жалпы әрбір деген шығармашылық материалдарды біздің платформамызда жариялауға болады. Одан бөлек біз түсінеміз, біздің платформада тек қана мұғалімдер емес, басқа да адамдар болуы мүмкін. Бәлкім сіз бір жадынама жасайтын шығарсыз, айталық қаржылық жағынан қарасаңыз, немесе сіз SMM жұмысшы болсаңыз, SMM жайлы материалдарды жариялауға болады. Сондықтан осындай түрлі сан алуан материалдарды біздің платформамызда жариялауға болады. Келесі, жүктеу. Біздің платформамызға қалай жүктейді? Енді ең біріншіден сіз көбінесе біздің платформаға PDF форматындағы материалдарды жүктейсіз. Тіпті презентацияның өзі болса, оны ең біріншіден PDF форматында жүктейсіз. Одан кейін docx немесе pptx немесе zip файлдарын жүктеуге болады. Ол не үшін қажет? PDF файлын сіздер жүктеген кезде, ол біздің платформаға сіздер үшін мұқаба жасауға арналған құралдың көмекшісі ретінде болып табылады. Ал біздің құрметті қолданушыларымыз үшін docx немесе pptx форматында материалды жүктегенде, онда сол адам сіздің материалыңызды алып, толығымен онымен жұмыс істеп, өзгерте алады. Не бір слайд қосады, немесе бірнеше парақты алып тастайды. Ол біздің қолданушыларымыздың құқығы. Сондықтан осындай форматтарда жүктеуге тиіс сіздер. Келесі, мұқабаларды жасау. Егер де біз қарасақ, тек қана біздің маркетплейсте емес, жалпы әрбір маркетплейс болсын, не Каспи болсын, не Озон болсын, не Pinduoduo болсын, басқа да маркетплейстер, әрбір тауардың мұқабасы әдемі болу керек. Адамдар ол мұқабаны көріп, оның есімімен, атауымен бірге көріп, толығымен түсінуі тиіс ол материал не жайлы екенін. Біздің қазір қарасақ, екі үлгілеріміз бар. Біріншіден, сол жағымызда көріп тұрған сборник рабочих листов окружающий мир тақырыбына біріншіден 4-ші сыныпқа дейін гидросфера жайлы, жалпы жаратылыстану пәні бойынша өте жақсы жұмыс дәптерін жасаған кісі болатын. Және біз мұқабасына қарасақ, онда бірден көрініп тұр материалдың жасалғаны өте әдемі екен, оның ішіндегі құрылымы осындай екен деп бірден көрініп тұр. Екінші біздің үлгімізде біз көріп тұрмыз, ол бастауыш сыныптарға арналған көктем жайлы материал. Осы материалда біз көріп тұрмыз 6 тапсырмасы бар екендігін, бірінші бетінде 2 тапсырмасы бар екен, оның ішінде суреттер бар, жыл мезгілдері бар, екінші тапсырмасы ол кроссворд бар екен. Осындай әдемі мұқабаны жасап, адамдар осындай материалды көргенде, әрбір мұғалім болсын, осы материалды көріп бірден түсінеді, мына материал жақсы екен, ұнайды маған, енді ол материалды сатып алайық, жүктеп алайық дегендей. Сондықтан материалдың атауын жасау, оны дұрыс жүктеу және де оның дұрыс мақабасын жасау, осы 3 қадам сіздерге компьютердің ана жағындағы отырған адамдар үшін сіздің материалдарыңызды жүктеу үшін жүктеуге арналған қосымша бір көмекші ретінде қарастыруларыңыз тиіс. Келесі, сипаттама. Әрбір документтің, әрбір материалдың өзінің белгілі бір сипаттамасы болуы тиіс. Неге десеңіз, өйткені атауы тым қысқа болуы мүмкін, Біз атаған мысалдарда көрініп тұрды. Тек қана бірақ сөйлем, яғни материалдың түрі және де оның атауы жазылған. Бәлкім керек болса, оның жақшаға алып, тағда қосымша түрлерді айтуға болады. Ал осы кішігірім сипаттамада сіздер толығымен өзіңіздің материалдарыңыз жайлы ақпарат бересіз. Бәлкім сіз бір жұмыс дәптерін жасағансыздар. Ол жұмыс дәптерінде айталық музыка пәнінен 1-ші сыныптан бастап 7-ші сыныпқа дейін әрбір сабақ бойынша бір тапсырма бар шығар. Сонда сіз оны сипаттамасында жазасыздар. Дәл осы жұмыс дәптері музыка пәндерінің мұғалімдеріне арналған 1-ден 7-ші сыныпқа дейінгі әрбір сағатына, сабағына
материалдары бар, түрлі тестілер, түрлі конструкторлар, кроссвордтар, нота дәптерлері бар. Осылай неғұрлым жақсылап жазсаңыз, онда адамдар оны түсінеді. Егер де біз мысалы қарасақ осы мысалдарға: рабочий лист по алгебре для учащихся 7 классов линейные уравнения дейді. Одан кейін осы материалдардың бірінші сөйлемі ең маңыздысы, одан кейін оны толығымен сипаттай бастайды. Егер де біз екінші мысалға қарасақ: дидактическая игра для любого вашего открытого урока, набор привязан к теме национальной игры. Яғни осында түсіндіріп жатыр: егер де сіз ұлттық құндылықтар бойынша бір материал жасаңыздар, бәйге жайлы, А4 форматындағы ақша жайлы, немесе салт атты бала жайлы материалдарды осы материалдың ішінен таба аласыз. Яғни осы сипаттама материалдың ішінде не бар екендігін толығымен ашады, толығымен сипаттамасын береді. Сондықтан сипаттаманы жазу өте маңызды қадам болып санаңыздар, және де әрдайым да сипаттаманы жақсылап тұрып жазу керек. Ол да сіздің бір жарнамалық түрі болып табылады. Одан кейін сіз бағыттарды таңдайсыздар. Осы мысалда мен көрсетіп тұрмын. Егер де мен мысалы педагог болсам, және де педагогтерге арналған материалды жасасам, онда педагогическое направлениені таңдаймын. Одан кейін оның ішіндегі жұмыс облысын таңдаймын. Мысалы, тәрбие жұмысы деп таңдап аламын, воспитательная работа. Оның ішіндегі патриоттық тәрбие деп таңдап аламын. Және де 7 мамыр болсын, 9 мамыр болсын, немесе біздің территориямыз болсын, жайлы болсын, немесе басқа да бір әңгіме жайлы материалдар болса, онда осылай таңдаймын. Егер де мысалы сіз педагогикалық бағытты таңдап алсаңыз, бірақ та оның ішінде жалпы білім беру бойынша, жалпы пәндік білім беру бойынша таңдасаңыз, онда оны таңдайсыз, оның артынан сабағын таңдайсыз. Мысалы, алгебра болсын, немесе Қазақстан тарихы болсын. Осындай қадамдарды жасайсыздар, өте жеңіл, сайтта кіргенде өте жеңіл шығады. Одан кейін сіздер таңдайсыздар, қалай сатасыздар. Мен айтып кеткендей, 2 түрі бар, бірақ шын мәнінде де 3-ші түрі бар. Ол жаңа авторларға тиесілі емес, ол бізбен бірге жұмыс істеп тұрған басқа авторлар үшін. Енді ең біріншісі, бірден материалдарыңызды жарияладыңыздар, және де біз оны бірден 2000 теңгеге сатып алуымыз мүмкін. Яғни, мысалы, айталық 10 материал жасасаңыз, жүктесеңіз, біздің ережелерге сай, біз оларды қабылдасақ, біз сізге бірден 20 000 теңге картаңызға аударып береміз. Яғни, өздеріңіздің балансыңызға, біздің сайттағы, егер де сіз оны картаға шығарғаныңыз келсе, онда біз сізге бірден сол 20 000 теңгені шығарып береміз. Екіншісі, ол әрбір жүктеу сайын сізге 70 теңге тиесілі болады сіздің балансыңызда. Ал егер де бірінші көрсеткен мысал ретінде қарасақ, мен сізге көрсеткен ана жұмыс 9 мамыр жайлы 4425 жүктеулері бар. Яғни 70 теңгеден санасақ, 309 000 теңге әкелген тек қана бір жұмыс, бір автор үшін. Сондықтан өздеріңіз енді білесіздер, ең басында бәлкім сіз бірден ақшаны алғыңыз келетін шығар, 2000 теңгеден бізге сатасыздар, және де ол біз үшін өте маңызды жұмыс түрі болып табылады. Сондықтан біздерге жұмыстарыңызды сата беріңіздер, біз оны сатып аламыз. Немесе өздеріңіздің құқықтарыңызды сақтап, өздеріңізге сақтайсыздар да, одан кейін оларды алып, әрбір жүктеу үшін ақшаны табуға болады. Ақшаны осылай 70 теңгеден көптеген жүктеулеріңіз болса, онда миллиондаған ақша табуыңызға әбден мүмкін. Ал енді мен қарап отырмын, біздің чатта Диана Маратқызы сұрақ қойған екен. Материал модерациядан қалай өтеді? Өте дұрыс және орынды сұрақ, және де мен дәл қазір ол жайлы айтатын боламын. Қараңыздар, біздің маркетплейстің бір ерекшелігі, біздің материалдар толығымен біздің ережелерге сай. Біздің ережелеріміз
аса көп деп айтуға болмайды, бірақ та әрдайым да біздің әрбір материалымыз модерациядан өтеді. Сондықтан сізге ең біріншіден материалдардың бағалау критерийлерін қарастыру керек. Егер де біз осы мысалдарға, презентациядағы мысалдарға қарасақ, онда ең біріншіден Қазақстанның заңнамасына сәйкес болуы тиіс. Яғни мысалы балаларды ақпараттан қорғау заңы бар біздің елімізде. Ол заңда жазылған, иә, мысалы балаларға ішімдіктерді немесе наркотиктерді көрсетуге болмады, сленгтерді қолдануға болмайды, лудоманияға сәйкес келетін заттарды көрсетуге болмайды. Соғыс, нацистік немесе бір ұлтаралық бір тептелестерді сездіретін материалдарды қосуға болмайды. Сондықтан біздің заңнамаға сәйкес келу керек енді біріншіден. Одан кейін біз авторлық құқықтарымызды сақтау керекпіз. Әрине, біз осы платформада ең біріншіден қаражатты табуымыз керек. Біз болсын, біздің авторларымыз болсын. Сондықтан біреудің авторлық құқықтарын бұзып, біздің сайтқа ондай материалдарды салуға болмайды. Мысалы, бір фильм жарияланды, иә, осы фильмнің мұқабасын өздеріңіздің презентацияңызға салуға болмайды. Немесе менің бір суретімді салуға болмайды, өйткені мен сізге рұқсатымды берген жоқпын осы материалдарды қолдануға. Осындай деген. Әрбір материалдың өзектілігі болу керек, және де уникальность деген нәрсесі болу керек. 65%-дан жоғары болу тиіс. Біздің оған арнайы арналған платформаларымыз бар. Сондықтан осындай нәрселер болуы тиіс. Ол біздің критерийларымыз. Оның бірнеше тарауы бар. Олар осы тараптарды қарау үшін сіздер біздің платформаға өтіп, материалдардың критерийларын, сапа критерийлерін өздеріңіз толығымен зерттеп ала аласыздар. Оған қоса біздің платформамызда білім беру базасы бар. Ол әрбір біздің авторға арналған үлкен документ. Ол документтің ішінде барлық ережелер жазылған. Мысалы, маркетплейс дегеніміз не, оның ішіндегі методикалық әзірлемелер деген не. Мен айтқан материалдардың сапасы, критерийлері жайлы материал толығымен чек-лист ол үшін бар. Қандай материалдардың түрін таңдау керек екендігін, қалай осы материалдарды біздің сапаларға сәйкестендіріп жұмыс жасау керек, қалай осы материалдарды жүктеу керек инфолессонға деген, және де қалай ақша табуға болады, және ол ақшаны қалай өздеріңіздің картаңызға шығару керек жайлы ақпаратты таба аласыздар. Әрбір материал біздің сайтқа жүктелгеннен кейін сіз оны жеке кабинетіңізде көресіздер, иә? Қалай ол жүктелгені, ол тексерілді ме, тексерілмеді ме? Егер де ол тексерілсе, қандай сізге жауап келді? Материал сәйкес келе ме, сәйкес келмей ме? Сәйкес келсе, онда керемет, ол материал бірден жарияланады біздің сайтымызда. Егер де сәйкес келмесе, біз сізге айтамыз: қадірменді біздің қолданушы, сіз енді осындай ережелерге сай емес материалды жаздыңыз деп айтады. Мен тағы да бір сұрақты көріп отырмын. Диана Маратқызы: егер материалдарды кітапханаға салған болсам, одан табыс түсе ме? Өте орынды сұрақ. Біздің маркетплейсте, біздің сайтымызда екі түрлі батырма бар. Ең басында айтып кеттім. Біріншісі материалдар кітапханасы, екіншісі маркетплейс. Сол маркетплейсті қарасақ, ол сізге ақшаны табыс табуға мүмкіндік беретін құрал. Ал кітапхана, ол сізге табыс табуға мүмкіндік бермейді. Кітапханадағы әрбір жарияланған материалдарыңыз үшін біз сізге мадақтаманы береміз, мадақтама грамотаны береміз, және де тағы да өздеріңізге қажет бір рахметтеріңізді айтамыз. Бірақ ақшалай табыс таппаймыз, өйткені ол библиотекада тұрады, кітапханада тұрады, және де
біз ол үшін ақша табыс таппаймыз, яғни мұғалімдер оны өз еріктілерімен жүктеп ала алады. Жүсупова Айнұр Серікбаевна бізге сұрақ қойып отыр. Неге барлығы Ресей үшін деп, материалдар Ресей үшін деп сұрақ қойып отыр. Өте орынды сұрақ, Айнұр Серікбайқызы. Біздің сайтымызда Қазақстанға арналған материалдар жетерлік, аз емес. Егер де сіз қазақша батырмада, іздеу батырмасында қазақ тілінде немесе Қазақстан жайлы бір материалдарды іздесеңіз, өздеріңіз енгізсеңіз, онда жауабын таба аласыз. Материалдар көп, жетерлік. Бірақ осы вебинардың негізгі мақсаты қазақстандық авторларды неғұрлым көп тарту біздің сайтымызға, біздің платформамызға. Сондықтан біздің қазақстандық мұғалімдермен жасалынған материалдар, қазақстандық стандарттарға сай келетін материалдар неғұрлым көп болсын деген оймен жасап отырмыз бұл вебинарды. Сондықтан сұрағыңызға жауап бердім деп ойлаймын. Оған қоса біздің авторларымызбен өте тығыз жұмыс жасаймыз. Сондықтан біздің авторларымыз үшін Infolesson маркетплейсінің авторлар мектебін жарияладық. Ол үлкен деген курс, онлайн курс, оны өту әрбір біздің қолданушымыз үшін тегін форматта жүреді, және де ол курстың ұзақтылығы 72 сағат, ол қазақ тілінде де бар, орыс тілінде де бар, және де сіз не үшін сол курсқа бара аласыз? Ең біріншіден сіз оны тез оқып аласыз. Бәлкім бір жұманың ішінде, бәлкім бір-екі күннің ішінде, бәлкім асықпай бір айдың ішінде өтіп аласыз. Өздеріңізге ыңғайлы уақытта осы курсты өтуге болады. Екіншіден, сіз осы курсты өтіп алып, түрлі техника және стратегияларды біліп алып, өздеріңіздің білімдеріңізді мықтап алып, біздің маркетплейсте одан да көп табыс таба аласыздар. Яғни біз сіздерді толығымен үйретеміз, қандай материалдар қазір сұранысқа ие болады, қандай сезонға байланысты материалдар жақсы болады. Осы материалдарды неғұрлым қалай көркейту керек туралы нәрселерді айтамыз. Енді оған қоса курсымыз онлайн форматында болғандықтан, ол түсінікті, онлайн түрде өтесіз, өздеріңізге ыңғайлы уақытта, өздеріңіздің ыңғайлы жерде өте бересіздер. Яғни біздің мекен жайымызға келіп, осындай оқудың қажеті жоқ. Егер де сіздің сұрақтарыңыз бар болса, онда сіз бізге комментарий немесе сайттың өзінде хабарламалар жазсаңыз, біз әрдайым да оларға жауап береміз. Сондықтан сіздерде әрдайым да кері байланыс болады. Және де ең бастысы, осы курсты өтіп, сіздер өздеріңізге бір үлкен портфолио жасайсыз. Яғни портфолио болғанда материалдарды құрастырып, одан кейін ол материалдарды жүктеп, біздің платформада табыс көзін таба аласыздар. Бізге тағы да бір сұрақ келіп тұр. Жусупова Айнур Серікбаевна сұрақ қойып тұр. Я, например, как директор частной школы, ищу для себя информацию, готовые шаблоны, но выходит Россия. Могу ли я загружать шаблоны для наших школ Республики Казахстан и на этом зарабатывать? Вот, например, сайт МЦФР, я не знаю, что это за сайт, у них очень хорошая информация, но годовой пакет мне, как для частного лица, выходит дорого. Айнур Серикбаевна, абсолютно правильный вопрос. Вы можете размещать свои работы, да, вы будете делать материалы для себя, прежде всего, вы их, скорее всего, уже сделали, размещайте их на нашей платформе, и другие такие директора, как вы, заместители директоров, будут пользоваться вашим материалом, будут скачивать. Я более чем уверен, что ваши материалы будут пользоваться огромным спросом, потому что, возможно, на самом деле на данный момент авторы в Казахстане не пишут материалы для директоров школ. Это различные формы отчетов, заполнение различных данных. Поэтому, Айнур Серикбаевна, я вас очень сильно прошу, приходите к нам на Marketplace, становитесь нашим автором, размещайте свои материалы, и вы будете популярны среди всех административных управленческих сотрудников в нашей стране. Келесі сұрақ, Оңғарбаева Айдана Айтқалиевна, менен материалдарды сатып алды ма? Оны қалай білемін?
мен жоғарыда айтып кеткендей, сіздің жеке кабинетіңізде толық ақпарат болады. Яғни сіз материалды толығымен жүктедіңіздер, және де оның статусы көрініп тұрады сізге. Ол материал қабылданды ма, қабылданбады ма? Егер қабылданбаса, оның себебі тұрады. Егер ол материал қабылданса, оның қасында кішігірім статистика болады. Қанша рет оны көрді, қанша рет ол материалды жүктеді, қанша табыс әкелді сізге. Одан бөлек жеке кабинетіңізде статистика жайлы үлкен бөлім бар. Сондықтан сіз ол бөлімге барып, не күн сайын, не ай сайын, не жұма сайын, не жыл сайын көптеген деректерді алып қарай аласыздар. Әрбір жұмысыңыз жайлы, жалпы жұмысыңыз жайлы, қанша ақша таптыңыз, қандай материал сізге қанша ақша тапқандығын бәрінің ақпараты сіздің жеке кабинетіңізде бар. Ә, және де жалғастырсам авторлар мектебі жайлы. Бізде әрбір тақырыпқа видео лекциясы бар, практикалық жұмыстар бар. Мысалы, осы презентацияда көрсетілген нәрселер, көрсетілген суреттерде көрсетіліп тұр. Мысалы, қалай сіздер осы материалдарды жүктеу керек екенсіздер. Және де, мысалы, егер сіздер түрлі материалдардың түрлерін қарасаңыз, қалай оларды жасау керек екендігін. Яғни практикалық тәжірибелік жұмыстар өте көп болады біздің платформамызда. Сондықтан келіп, авторлар мектебін толықтай өтіп алыңыздар, ол сізге көмектеседі. Сіз көптеген материалдарды жүктеу үшін, олардың идеяларын табу үшін, оларды әдемілету үшін, оларды қатесіз жасау үшін, және де модерациядан автоматты түрде өту үшін. Өйткені модерация дегеніміз өте қиын жүйе болып табылады. Ал құрметті біздің көрермендеріміз, назарларыңызға көп рахмет. Енді мен қазір сіздерден сұрақтарды күтемін. Сұрақтарыңыз бар болса, мен сізге толықтай ақпаратты беремін. Осымен менің негізгі бөлімім бітті. Сіздер әрдайым да бізге жаза аласыздар. Біздің поштамыз info@infolesson.kz. Бізге жаза аласыздар. Немесе мені жеке кабинетіме жаза аласыздар. Егер де сіз мысалы сайтқа кіріп, пользователи сайта деген батырмаға кіріп, менің есімімді жазсаңыз, Бауыржан Абуов, мені таба аласыздар. Сондықтан маған жеке хаттарды жазуға болады. Мен әрдайым да оларды оқимын және де жауап беремін. Бізде тағы да бірнеше сұрақ бар екен. Қазір Диана Маратқызы, материалды жүктей алмадым. Себебі неде болуы мүмкін? Түрлі себептер болуы мүмкін шын мәнінде де. Ең біріншіден, сіз осы барлық нәрселерді сайттың өзінде көре аласыздар. Яғни, егер де сіз материалды жүктеу парағынан толығымен бітірмесеңіз, ол бірінші себебі болуы мүмкін. Оның ішінде бәлкім сіз дұрыс форматын жүктемеген шығарсыз, немесе оның сипаттамасы кішігірім болуы мүмкін. Өйткені біз талап етеміз сипаттамалары үлкендеу болсын деп. Ал егер де сіз оны толығымен жүктесеңіз, ол модерациядан өтпесе, яғни сіз модерацияның себебін іздеу керексіздер. Біз сіздерге әрдайым да үлкен кері байланыс береміз. Қандай себепті біз сіздердің материалдарыңызды алмадық деген. Көп рахмет. Оңғарбаева Айдана Айтқалиевна, рахмет жауаптарыңызға, Бауыржан мырза. Тағы бір сұрақ. Суреттерді жасанды интеллект арқылы жасап қолдансам бола ма? Өте керекті сұрақ. Біріншіден айтатыным, жасанды интеллектті қолдануымыз тиіс біздің күннен күнге өмірде. Бірақ біз оны жалпы түсіну керекпіз. Не мәтін болсын, не сурет болсын, ол орынды болуы тиіс. Сондықтан, егер де сіз толығымен материалдарыңызды дұрыс жасап, текстіңіз жақсы болса, сізге жасанды интеллект жақсы көмектессе, және де сіз оны толықтырсаңыз, оның ішінде барлық ақпараттар дұрыс қабылданып, дұрыс жайғасса, онда сөз жоқ, сіз осындай тексті мәтінді қолдана аласыз. Суретке келсек, егер де сіздің жасанды интеллект арқылы жасаған суретіңіз
нейтралды тематикаға байланысты болса, немесе жалпы жақсы жасалынған болса, онда оны жүктеуге құқыңыз бар. Бірақ та біздің осындай критерияларымыз да бар ол мәселе жайлы. Сондықтан өздеріңіз көресіздер. Бәлкім біздің модераторлар оны алмауы тиіс. Өйткені ол үшін себептер өте көп. Жасанды интеллект өте көптеген қателерді жасайды. Мысалы, физика пәнінен болсан, не бір сабаққа одан сурет салуды сұрасан, ол қателіктерді жіберуі мүмкін. Немесе мысалы биология пәнінен ағаштың суретін салып бер десең, оның суреті дұрыс емес болуы мүмкін. Сондықтан біз жасанды интеллектпен нақты суреттерді жасауға рекомендация бермейміз. Яғни ондай жасанды интеллектті қолдану дұрыс емес деп ойлаймын менің ойымша. Бірақ арасында кейбір суреттерді орынды болса және қателіктері болмаса, онда жасап көріңіз. Диана Маратқызы маған сұрақ қойып отыр. Вебинар өте пайдалы болды. Көп рахмет. Жұмысында қолдануға болатын нақты құралдар мен тәсілдері жайлы айттыңыз. Өте орынды сұрақ. Қараңыздар, егер де сіздер біздің авторлар мектебіне келсеңіздер, сіз өте көп нәрсені үйренесіз. Ал бірнеше мысал келтірейін. Өздеріміз күнделікті қолданатын, мысалы, мәтін документтегі жұмыс жасайтын программалар. Мысалы, Microsoft Word немесе Google Doc деген жайлы программаларымыз бар. Адамдар көбінесе ол программаларды өте қарапайым деңгейде қолданады. Сондықтан ол материалдарды жасауға біздің мектептер, авторлар мектебін өтсеңіздер, біз сіздерді үйретеміз. Мысалы, қалай әдемі табличкаларды жасауға болады, оның ішіндегі ақпараттарды қалай орналастыруға болады, оның ішіндегі суретті қалай қоюға болады, суреттерді әзірлеу қалай болады. Сондай нәрселерге өте көп жауап береміз. Немесе басқа мысал келтірейін, суреттермен байланысты. Көбіміз Microsoft PowerPoint-ті қолданамыз, немесе Google Slides-ті қолданамыз, басқа да бір программаларды қолданамыз. Енді қайтадан кейбір азаматтар ондай программаларды аса қатты меңгермеген. Сондықтан біздің платформаны қолданып, біздің оқудан өтіп, сіздер осы ең басты ғой біздің өмірімізде мәтіндер, таблицалар және де суреттер, презентациялар. Сол нәрселерді біз үйретеміз. Оған қоса мен не айтамын? Егер де сіз біздің маркетплейске келіп, немесе материалдар кітапханасына келіп, өздеріңізге керекті материалдарды іздесеңіз, сан алуан түрін табасыз. Яғни, егер де сіз айталық биология пәнінің мұғалімі болсаңыз, мысалы, жануарлар жайлы материалдарды іздесеңіздер, көптеген материалдарды табасыз. Яғни, мысалы, 5, 6, 10, 20 материалдарды басқа авторлардан тауып алып, жарияласаңыз, оларды толығымен оқып алсаңыз, ол сіздер үшін өте үлкен әдістемелік көмек ретінде әсер ететін жұмыс болады. Сондықтан неғұрлым көп біздің платформамызды қолдансаңыздар, соғұрлым сіздің кәсіби біліктілігіңіз артады деп айтуға айтамын мен. Сондықтан осындай сұрағыңызға жауап бердім деп ойлаймын. Бәлкім толығымен жауап бермесем, тағы да сұрақ жасалыңыз. Оңғарбаева Айдана Айтқалиевна сұрақ қойып отыр. Рахмет, ал айына шамамен қанша ақша табуға болады деп сұрап отыр. Мен сізге ең басында айтып кеткендей, авторлар енді әрине түрлі жұмыстар жасайды, авторлардың жұмыс бағыттары түрлі болады. Сондықтан ең біздің топ авторларымыз айына 1 миллион теңгеден астам таба алады. Бірақ мен ол бастауыш авторларымыз мұндай ақша таппайтын шығар бірінші кезеңдерде. Оған қоса біз қазір жаз айларына келіп отырмыз. Жаз айларында жалпы барлығы жазғы демалысқа кетеді. Сондықтан бәлкім сұраныс азырақ болатын шығар, бірақ қыркүйек айынан бастап сол сұраныс қайтадан өседі. Сондықтан ең басында мен сізге бір мысал айтып кетейінші. Қыркүйек айында бір автор келді Қазақстаннан, бізге қосылды. Бірінші, екінші, үшінші материалдарын жариялаған еді.
Енді қыркүйек айында табыстары аздау болған. Айына 5 мың 10 мың осылай табатын еді. Енді ол кісі маған өткен аптада звондаған, хабарластық біз. Қазіргі кезде 300-ден астам материалдары бар екен. Тіпті есімім айтып кетсем де болады. Камилям Рахджан қызы. Сол кісінің қазіргі кездегі табысы одан да жоғары. Ол оған қоса материалдары көп болғандықтан және де өзекті болғандықтан оның материалдары және оның өзі автор ретінде топқа шығып отырды. Оның материалдарын одан да көп жүктеп отыр. Ол қазіргі дәл бүгін тексердім, ол 20-шы орындағы ең топ автор болған. Сондықтан оның табысы қазіргі кезде айына 100 деген мың теңгедей табады. Мен енді нақты санын айта алмаймын, бірақ мектептегі жалақысына жақын ақша табатын кісі болды. Сондай автор болды. Сондықтан 200-500 мың табу, менің ойымша, әрбір автордың, әрбір мұғалімнің, әрбір қазақстандық ұстаздың қолынан келетін нәрсе. Сұрағыңызға жауап берді деген үміттемін. Диана Маратқызы жазып отыр. Толық жауап бердіңіз, көптен көп рахмет. Вебинар өте пайдалы болды. Сізге, Диана ханым, көптен көп рахмет бізді тыңдағандарыңыз үшін. Айдана Айтқалиевна тағы да күшті екен. Камиля ханымның жетістігі жұғысты болсын баршамызға. Әумин, Айдана ханым. Шынымен де мен басында айтып кеткендей, бір үлкен бір арманым бар. Қазақстандық ай сайынғы миллионер авторлар пайда болса, біріншіден, екіншіден олардың саны көп болсын деп ойлап отырмын өзім. Осындай бір арманым бар. Сондықтан баршаңызға осындай нәрсені тілеймін. Миллионер болыңыз біздің платформамызбен бірге. Пайдалы болыңыздар, басқа адамдарға, басқа оқушыларға, оқытушыларға пайдалы мәлімет беріп, өздеріңіздің кәсіпкерлік біліктіліктеріңізді асырып, одан сайын пайда табыңыз, қоғамға деген қызметтеріңіз өте мықты болсын. Осындай тілектермен осы эфирді аяқтаймын. Баршаңызға көптен көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.